Сәлем қыздар, сіздермен бүгін фисташковый пирог жасайтын боламыз. Жасау жолы өте оңай. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге жасап көріңіздер. 200 грамм ұнымызды алып, үстіне қант, разрыхительді салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін тоңазытқыштан шыққан сары майды алып, ұнға жақсылап аунатып алып, крошка жасайтын боламыз. Қолымызбен езіп аламыз, сол кезде осындай крошка пайда болады. Бір жұмыртқаны қосып, қолға жабысатын жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Тестаны алып, жақсылап илеп, холодильникқа 15-20 минутқа салып қоямыз. Оға дейін начинкасын дайындайтын боламыз. Кез келген творожный сырды пайдалансаңыздар болады. Толық рецепті описание бөлімінде видеоның астына қалдыратын боламын. Кез келген жоғарғы процентті сметананы пайдаланамыз. Мен бұл жерде қанттың орнына сгущенка пайдаландым, немесе сахарный пудра қолдансаңыздар да болады. 2 жұмыртқаны салып, кез келген кондитерлік дүкенде осындай фисташковый паста сатылады, соны пайдаланамыз. Кукурузный крахмалды қосып, блендердің көмегімен жақсылап біркелкі однородный масса болғанша езіп араластырып алатын боламыз. Егер сіздерге түсі ашық болып, кішкене ұнамай тұрса, онда краситель қосып, түсін қанық қып, жасыл түске боясаңыздар болады. Мен бұл жерде кондитерский магазиннен осындай краситель алдым. 3-4 капля тамызсаңыздар болады. Ол қалауларыңыз бойынша қоспасаңыздар да болады, қыздар, өздердің қалауларыңыз бойынша. Осындай жасыл түске бояп алдым. Енді тоңазытқыштан шыққан тестамызды алып, ұн сеуіп жеріп, жұқа қылып жайып алатын боламыз. 24 диаметрлік форма, осылай ұн сеуіп жеріп, тестаны жұқартып формаға салатын боламыз. Қыздар, менің арнамда қазіргі хит болып жатқан йогуртовый, сметанниктің барлық түрлері, творожный, одан да басқа көптеген жасалу жолы өте оңай пирогтардың рецептісі бар. Міндетті түрде каналыма өтіп, жасап көріңіздер, отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Тестаны қатты жұқа қылып жаюдың қажеті жоқ. Осылай оқтауға орап алып, формаға жайғастыратын боламыз. Форманы майлаудың қажеті жоқ. Біздің тестамызға май қосылғандықтан формаға жабыспайды. Осылай біркелкі етіп салып, жан-жағына бортиктарын шығарып, тестамызды формаға орналастырамыз. Мен артық жерлерін арнайы роллермен кесіп алып тастадым, қыздар. Начинкасын құйып, қызып тұрған 180 градуста 35-40 минутта пісіріп алатын боламыз. Қыздар, пирогты пеште көп ұстаудың қажеті жоқ. Өздеріңіз көріп тұрғандай пирогымыз пісті. Түсі өте әдемі, дәмі ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Қыздар, осы рецептпен өздеріңіздің жақындарыңызбен, құрбыларыңызбен бөлісіп, жасап көруге кеңес беремін. Қыздар, менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі рецепті өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, көптеген оңай жасалу жолы рецептімен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет.